Саламатсыздар ма? Бұл қалалық бірінші емхана дәрігері реабилитолог Кушерова Гаухар. Қазір көптеген халықтың арасында сұрақтар шығып жатыр. Коронавирус инфекциясını өткізген науқастар оңалту шарасын қай жақта өткіземіз деген сұрақ туындап жатыр. Соған байланысты жауап беріп жатырмын. Коронавирусты басынан өткізген науқастар ауырған, ең бірінші өзінің учаскелік дәрігеріне, жалпы тәжірибелі дәрігерге келеді. Қолындағы анализі болсын, сол кезде уақытта түскен тексерілу, рентгенограммасы, томограммасы болса, немесе жеке дәрігерге қаралған қолында запистері болса, соларды алып учаскелік дәрігеріне келеді. Учаскелік дәрігері барлығын жинап, қарап, реабилитолог дәрігеріне жолдайды. Сол жақта мультидисциплинарлық команда құрылып, науқасты қарап, науқастың өзінің жағдайына байланысты реабилитациялық жоспар құрылып, оңалту шарасы ары қарай жүргізіледі.